Жамбыл облысы Сарысу ауданы Қызылихан орта мектебінің тарих пәні мұғалімі Шаханова Назира Аманжоловна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алғашқы адамдардың тастан жасалған еңбек құралдары. Сабағымыздың мақсаты сенің меңгеретінің ежелгі адамдардың кәсібін сипаттау, еңбек құралдары мен қару түрлерін сипаттау. Ал енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын бейне жазбаға назар аударайық. Алғашқы тастан жасалған еңбек құралдары. Құрметті оқушылар, бізді ежелгі адамдардың жер бетінде қалай өмір сүргені және олар алғаш қандай еңбек құралдарын пайдаланды деген сұрақтар қызықтырмай қоймаса анық. Сондықтан бүгінгі сабағымыз ежелгі адам өмірінің табиғатпен байланысы, тобыр болып аң аулап, терімшілікпен айналысу және тас өңдеу әдістерімен тастан жасалған алғашқы еңбек құралдары жөнінде болмақ. Ежелгі адамдардың өмірі. Ежелгі адамдар азық табу мен жабайы жануарлардан қорғану үшін тобыр болып өмір сүрген. Осындай жағдайда адамдар тобыры өздеріне баспана ретінде табиғи үңгірлерді, қуыстарды, биік тау шатқалдарын пайдаланды. Кейде ашық жерлердегі аңдар су ішуге келетін өзен иірімдері мен суат басына қоныс аударып отырды. Тобыр құру аң аулауда түрлі қиындықтар мен қатал табиғат жағдайында өмір сүруге жеңілдік жасады. Ежелгі адамдар әуелде қолдан баспана жасауды, тамақ пісіруді білмеді. Олардың тұңғыш баспанасы үңгір болған. Олар аң терілерін төсеніш етіп, жыртқыш аңдар жоламас үшін үңгір аузына от жағып қойған. Ежелгі адамдар найзағайдың түсуінен жанған ағаштың отын пайдаланып, оны өшірмей ұзақ сақтауға тырысты. Олар жанған отты жанын сала қорғады, өйткені отты өшіріп алу зор қауіп төндірді. Тіпті бүкіл тобырдың қырылып қалуы мүмкін еді. Адамдар тастан шыққан ұшқынға, ағашты бір-біріне үйкелеп қыздырған ұсақ жаңқаға, жүн немесе өсімдік талшығынан жасалған білтені тұтату арқылы отты өзі жағуды үйренді. Отпен адамдар жылынып, жыртқыш аңдардан қорғанды, ас пісіріп жеуге мүмкіндік туды. Археологтар ұзақ уақыт бойы жанып тұрған от орындарын тапқан. Алғашқы адамдар жеуге жарамды шөп тамырларын қазып, құс жұмыртқасын жинап, ағаш бұта басында өсіп тұрған әр түрлі жеміс жидектерді теріп жеді. Күнкөрістің мұндай түрі терімшілік деп аталады. Сонымен қатар алғашқы қауымдағы адамдар аң аулаумен де айналысқан. Олар негізінен мамонт, бизон, марал және үңгір аюларын аулады. Аң аулауда шоқпар, найза және үшкір тас құралдар пайдаланылды. Жабайы жылқы бұғы арқарларды толассыз қуалап, болдыртып жарға тау шатқалдарына қаумалап ұстаған. Адамдар тобыр болып аң аулауда отпен үркітіп терең орға түсіру, биік құздан құлату тәсілдерін пайдаланды. Бұған олар жасаған еңбек құралдары дәлел болады. Еңбек құралдары. Ұзақ жылдар өтсе де өмір сүрудің адамдар жинақтаған тәжірибесі кейінгі ұрпаққа жалғасты. Алғашқы еңбек құралдарын жасауды үйрену адам қолының жетілуімен қатар миының да дамуына әсер етті. Уақыт өткен сайын адам қабілеті жетіліп, өз білгенін бір-біріне үйрете бастады. Алғашқы еңбек құралдары негізінен тастан жасалған. Оларды жарып бөлшектеп, жүзі өткірлерін алған. Алғаш олар қатты тас сынығын тауып алып, екінші таспен ұрып, бір жақ шетін жұқалап сындырды. Бұл салмақты қарабайыр кескіш құрал чоппер, яғни тас шапқы деп аталады. Жүзі тегіс болып шықпаса да, онымен жер қазуға, ағаш кесуге, аң етін мүшелеуге болатын еді. Бұл адам ой өрісінің едәуір өскендігін көрсетеді. Өйткені шақпақ тас өте берік, ұрған кезде жалпақ әрі үшкір бөліктерге бөлініп, тез өңделген. Уақыт өткен сайын адамдар еңбек құралдарын жетілдіре түсті. Жануарлардың терісін тазалайтын, етін боршалайтын тас шапқылары мен қырғыштар және қол қашауы жасалды. Қол қашауын жасау үшін шақпақ тасты екі жағынан қашап, белгілі бір пішінге келтіріп таяққа бекітті. Тастың үшкір жағын өткірлеу үшін екі жағынан басқа таспен қашады. Қолға ұстауға ыңғайлы болса, адамдар тас сынығын қару есебінде пайдаланған.
Ежелгі адамдарда қарудың аса оңтайлы, кең тараған түрі қол шапқы болды. Әлемнің әр жерінен табылған қол шапқылардың аздаған айырмашылықтары болмаса, бір-біріне өте ұқсас. Олардың пішіндері найза ұшы немесе бадам дәні тәрізді болған. Ұзындығы 10-20 сантиметр, салмағы жарты немесе 2 келідей болады. Шапқыға ұқсас қаруды 19 ғасырға дейін Тасмания аралындағы тайпалар пайдаланып келді. Бұл қаруды балта ретінде пайдаланған тасманиялықтар онымен ағаш діңгегін ойып, сол арқылы жоғарыға оңай өрмелеп шыққан. Алғашқы қауымдық құрылыста адамдардың өмір сүру деңгейін ғалымдар болжам ретінде ғана айта алды. Сондықтан алғашқы адамның даму деңгейін археологиялық және антропологиялық зерттеу барысында мына төмендегідей мәліметтер береді. Тас дәуірінде адамдар негізінен тас құралдарды пайдаланды. Сондықтан да адамзат баласының тас құралдары өндірген уақыты тас дәуірі деп аталады. Алғашқы еңбек құралдары негізінен тастан жасалды. Алғашқы адамдардың алғашқы еңбек құралдары қазғыш таяқ, үшкір тас, шоқпар болған. Алғашқы адамның іздері. Қазақстандық ғалымдардың пікірі бойынша Қазақстанға және Сібірге алғашқы адамдар Еуропадан және оңтүстік шығыс Азиядан қоныстанған. Қазақстан аумағында алғашқы адамдар шамамен бұдан 1 миллиондай жыл бұрын пайда болды. Олар адамдардың қоныстануына қолайлы жерлер оңтүстік Қазақстанның Қаратау жоталарынан Жамбыл облысының Арыстанды өзенінің бойын мекен еткен. Мына тастан жасалған сол заманның еңбек құралдары дәлелдейді. Қазақстан аумағында өмір сүрген алғашқы адамдар пятикантроптың замандастары болды. Адамдардың тұңғыш баспаналары үңгірлер болған екен. Отты пайдалану. Ертедегі адамдар әуелі найзағайды түсуінен жанған ағаштың отын пайдаланып, оны өшірмей ұзақ сақтауға тырысты. Адам бірте-бірте отты өзі жағуды үйренді. Тасты тасқа ұрып, одан шыққан ұшқынмен отынды тұтатты. Адамдар отпен жылынды, жыртқыш аңдардан қорғанды, тамақ пісіріп жеуге мүмкіндік туды. Жыртқыш жануардан қорғану үшін үңгірдің кіре беріс жеріне от жаққан. Ал енді жердің суына келетін болсақ, бұдан 100 мыңнан 13 мың жылға дейін жердің бетін мұз басып жатты. Бұдан 100 мың жыл бұрын жер беті күрт суый бастады. Еуропа мен Азияның солтүстігінде алып мұздық пайда болды. Оның қалыңдығы 2 километрге жеткен. Бұдан 13 жыл бұрын мұздық ери бастады. Біздің заманымыздан бұрынғы 8 мыңжылдықта Қазақстан жерінде қолайлы климат 4 мезгілде орнады. Еңбек құралдары. Алғашқы адамдар еңбек құралдарын жасау үшін қолға ұстауға ыңғайлы тастарды таңдап алды. Чоппер тасты жарып, бөлшектеп жүзу өткірлігін пайдаланды. Чоплинг домалақ тасты екі жағынан егеген, жүзі өткір, ирек, ара секілді құрал. Бұл Қаратау өңірінен табылған. Пышақ тәрізді кескіштер, үшбұрышты, қалақша тәріздес, өлтірілген жануарлардың терісін сыпыратын құрал. Ине мен біз үшкір сүйектен жасалған. Осылай адам бірте-бірте тастан пышақ, найзаның ұшын, бұрғы, қашау, балға кескіш жасады. Жұмыртас, екі жақ бүйірі қырналған құрал. Олардан адамдар қырғыш, тілгіш сияқты еңбек құралдарын жасаған. Ал енді балалар, осы тыңдаған білімдерің үшін сендерге тапсырма беремін. Сұрақтарға жауап береміз. Бірінші тапсырма. Алғашқы адамдардың еңбек құралдары қандай? Екінші, Қазақстан аумағында өмір сүрген алғашқы адамдар кімдердің замандастары еді? Үшінші, алғашқы адамдар үшін оттың пайдасы қандай? Балалар, іске сәт. Сұрақтарға жауап іздейміз.
Ал енді жауаптарына келетін болсақ, бірінші жауабымыз алғашқы адамдардың еңбек құралдары қандай болған? Қазғыш, таяқ, үшкір тас, шоқпар. Екінші, Қазақстанда өмір сүрген алғашқы адамдар кімдердің замандастары еді? Пятикандровтың замандастары болды. Үшінші, алғашқы адамдар үшін оттың пайдасы қандай болды? Адамдар отпен жылынды, жыртқыш аңдардан қорғанды, тамақ пісірді, жыртқыш жануардан қорғану үшін үңгірдің кіреберіс жеріне от жақты. Екінші тапсырмамызға келетін болсақ, сандарды дұрыс орналастыр. Мына көп нүктенің орнына тиісті сандарды қоямыз. Ал енді балалар, іске сәт. Тапсырманы орындаймыз. Балалар, тапсырманы орындап болған болсақ, жауабын алып тексеріп көреміз. Жауаптары: бұдан 100 мыңнан 13 мыңға жылға дейін жердің бетін мұз басып жатты. Бұдан 100 мың жыл бұрын жер беті күрт суый бастады. Еуропа мен Азияның солтүстігінде алып мұздық пайда болды. Оның қалыңдығы 2 километрге жеткен. Бұдан 13 жыл бұрын мұздық ери бастады. Біздің заманымыздан бұрынғы 8 мыңжылдықта Қазақстан жерінде қолайлы климат 4 мезгілінде орнаған екен. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасаймыз жазбаша түрде. Бүгінгі сабақта мен не білдім? Сабақ барысында қандай қиындыққа кездестің? Сабақ барысында қандай сұрақ туындады? Үйге берілетін тапсырма: алғашқы адамдардың тастан жасалған еңбек құралдары. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.